Қыздар сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Жаңылсын. Сіз білмейтін блинойдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал кеттік ендеше. Ең алдымен 3 жұмыртқаны осылай ыдысымызға жарып аламыз. Содан кейін 3 ас қасықпен шекерімізді салып, жақсылап тұрып, шекер ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты қасық шай қасықпен ас содасын саламыз. Содан кейін шай қасықпен жарты қасық тұзымызды саламыз. Тағы да 1 рет араластырып аламыз. Содан кейін сүтімізді құямыз. Сүтіміз бізде салқын болмауы керек. Жылы болса, блинойымыз жұмсақ болып шығады. Сосын ұнды салып, араластырамыз. Ұнның бәрін бірден салмаймыз. Түйіршік қалмайтындай қылып, ұнды венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды салып, қайтадан араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 ас қасық сұйық майды құямыз. Мінекей массамыз дайын. Қатты қою немесе сұйық болмауы керек. Орташа осындай менікіндей болып шықса, блинойларыңыз әдемі, жұмсақ болып шығады. Содан кейін табамызға осылай шамалы сұйық майымызды жағып аламыз. Ең бірінші 1 рет жағып алсаңыздар, ары қарай жақпай пісіре беруге болады. Осылай бәрін кезекпен кезек пісіріп аламыз. Соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!